Сәлем достар, 6C файлында біз не өтеміз? Making music дейді, яғни бұл файлда біз кілең музыкаға қатысты аспаптармен танысады екенбіз. What kind of music do you like? Қандай музыка түрін ұнатасың? I like classical music and I love jazz. Мен классикалық музыканы және джазды жақсы көремін. Vocabulary, сөздік қоры. Мына жерде қараңыз. Фотоларға қарап, мына инструменттердің атын атап жазып шығыңыз дейді. 9 не берген, иә? Аккордеон, бас, драм, гитара, киборд, пиано, саксофон, трампет, виолин дейді. 9 суретіне қарай жазып шығамыз. Міндетті түрде аудиоүнесін тыңдаймыз. Ары қарай speaking береді екенбіз. Енді бізде read the questionnaire and think about your answers and interview a partner with the questionnaire. Ask more information. Do you have similar musical tastes and habits? Яғни, сұрақтарды оқып шыққаннан кейін өзіңнің жауаптарыңды ойлап көр. Сосын партнеріңнен жаңағы сұрақ қою арқылы интервью жасап, одан да қосымша ақпараттарды сұрап көр. Өзіңнің жаңағы партнеріңнің берген жауабына сәйкес сенде де сондай жаңағы ұнататын инструменттер, музыкалық ақпарат бола ма, жоқ? Жаңағы tastes and habits дейді, яғни вкусы, привычки. Сонда сенің де қылықтарың, жаңағы әрекеттерің соған ұқсас екен дейді. My music, менің музыкам. What kind of music do you like? Қандай музыка түрін ұнатасың? Классикалық музыка, фолк это фольклор, хип-хоп, jazz, pop, reggae, және басқа дейді. How often do you go to concerts or gigs, go dancing, watch music videos online, download music? Қаншалықты сен осы әрекеттерді жасайсың? Концертке барасың, билейсің, видео көресің онлайн, или музыканы скачать етесің, жүктеп аласың, или интернеттен музыканың түрлерін іздейсің. Қаншалықты сен жиі жасайсың осыларды? How do you usually listen to music? Қаншалықты сен тыңдайсың? Радио ба, онлайн ба, телефоннан ба, CD-ден ба? When you are in car, what do you prefer listening to? Көлік жүргізіп келе жатқан кезде қандай музыка түрін тыңдайды қалайсың? The radio, which station дейді, my own music, nothing дейді. Яғни ештеңе тыңдамаймын, өз музыкамды тыңдаймын. When do you listen to music? Қай уақытта тыңдайсың? When I'm exercising, when I'm traveling on public transport, when I'm walking around town, when I'm working on studying, I'm relaxing. Жаттығу жасап жатқанда, қоғамдық көлікте жүріп бара жатқан кезде, қаланың ортасында жүріп келе жатқан кезде, сабаққа немесе жұмысқа бара жатқан кезде, немесе мен демалғанда дейді. 6-шы сұрақ. What kind of music do you like listening to when you are sad, happy? Көңілсіз болғанда немесе көңілді болған кезде қандай музыканы тыңдайсың дейді. Are you listening to a particular song or piece of music a lot at the moment? Сол кезде сен бір кішкентай ғана музыканы тыңдайсың ба, жоқ, көп тыңдап жүріп аласың ба? Piece деген, яғни кішкентай бір кусогын ғана тыңдайсың ба дейді. Do you sing or play in a group or chore in band? What kind of music do you sing or play? Қандай жаңағы группада ма, хорда ма, жоқ, оркестрде ме, қандай сондайда сен қоса өлең айтасың ба, или ойнайсың ба? Қандай музыканы сен өлең қылып айтасың, немесе ойнайсың дейді. Толық музыка туралы екен. Қарап тұрсақ, мына жерде мысалға Шарлоттаны берген. Көшеде өлең айтып тұрған Шарлотта. Charlotte only barks in the morning дейді. Barkers usually play pop or folk songs дейді. Олар не істейді? Осы Шарлоттаның іс-әрекеті арқылы ол қалай жауап бергендігін көрсеткен. Енді бұл жерде бізге нақты біздің жаңағы береріміз алдында 5 түрлі I like, I hate, I don't like дегендерді өттік қой. Соған қатысты мынау көппен берілген I really like, she is fantastic, awful, terrible деген сөздерді қоса отырып, алдыңғы өткен сабақпен байланысты екен. Біз өзіміздің қалап қаламайтын дүниелерімізді
айтып көреді екенбіз. Енді біз Еуропаның мынау джаз, классика, хор дегендерін онша бізге ол келмейді. Сондықтан біз өзіміздің домбырамызды өзіміздің музыкаларымыздың орнына қойып айта береді екенбіз. Және келесі формальдық имейл жазу, яғни ресми хат жаза алу форматы. Мына жерде берілген beginning дейді, басында не жазылу керек, middle дейді, ортасында не тұру керек, end аяғында не жазуымыз керек. Яғни бұл ресми түрде, мәдениетті түрде хат жаза алу. Dear, құрметті, қымбатты, мистер, миссис атын жазады екенбіз, иә. Сол жазып, сол кісіге обращение жасайды екенбіз. Мысалы, қымбатты пәлен Түгенбаев, осындай жағдайлар дегеннен кейін middle дейді, ортасында. I would like to make a reservation. Мен сіздердің жаңағы отельдеріңізден резерв алайын деп едім деп. Ең соңында regards деп, яғни сәлеммен деп өзіңіздің атыңызды қосып жазыңыз дейді. Сонда сіздің хатыңыз сауатты, дұрыс хат, ресми хат болып саналады дейді.